Сәлем достар. Қазуми арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде әлемнің ең мықты аңшысы Томас Андренің күйреуі, Сон Джинудың қаһарлы кегі және Кореяны аза тұтқызған қаралы хабар. Билеушілер мен әміршілердің нағыз соғысы басталды. Егер осы видео 400 лайк жинаса, келесі бөлімді бірден шығарамын. Дайын болсаңдар, кеттік. Донсук есін жия бере қайтадан тап бермекші болды. Бірақ Джину оған мүмкіндік берген жоқ. Оны басынан басып, жерге соққылап, есін шығарды. Дәл осы кезде артынан айғай естілді. Жеткілікті. Тоқта. Бұл Томас Андре еді. Ол жүгіріп келіп, Донсук, тірісің бе? Деп айғайлады. Әзірге аман, деді Джину, салқын ғана. Томас Джинуға қаһарлы жүзбен қарап. Джину, оны жібер. Егер қазір тоқтасаң, мен сенің бұл қателігіңді кешіремін, деді. Джину мысқылдап. Жібермесем ше? Қолыңнан не келеді? Деп жауап қайтарды. Томастың ашуы келді. Онда мен күш қолдануға мәжбүр боламын. Жарайды, кел. Күшіңді көрейік, деді де Джину Донсукты Томасқа қарай лақтырып жіберді. Ұшып бара жатқан Донсук соңғы күшімен. Томас, оны өлтір. Ол менің ағамның кегін алды, енді мені де өлтірмекші. Сен оны жермен жексен ете аласың, өлтір оны. Деп ақырды. Томас Джинудың алдына келіп, сен менің кім екенімді білмейсің бе? Деп гүрсілдеді. Маған сенің кім екенің, қайдан шыққаның бәрібір, деді Джину көзіне тік қарап. Томас тістеніп, сенің тәкаппарлығың түбіңе жетеді. Бүгін осы жерде өлесің, деді. Сыртта Томастың үйімі, кіреміз бе, кірмейміз бе деп тұрғанда ғимараттан Томас ұшып шықты. Джину болса Игристі шақырып, жараланған Джинхоны тезірек ауруханаға жеткізуді бұйырды. Әлемнің ең мықты мемлекеттік деңгейдегі аңшысы мен Джинудың арасындағы ұлы шайқас басталды. Томас менсініп, мына Донсук сияқты әлсіздер маған қызық емес. Саған мүмкіндік берейін, кешірім сұрасаң тірі қалдыруым мүмкін, деді. Джину сөзге келместен оған ортаңғы саусағын көрсетіп, сен мені жеңе алмайсың, деді де қойды. Сол сәтте нағыз соғыс басталды. Джинудың көлеңкелері Томасқа лап қойды. Айнала бомба жарылғандай дүрсілдеп қирап жатты. Томас жолындағы көлеңкелерді жапырып өтіп, Джинудың алдына жетті. Джину болса Томастың үздік аңшыларын есінен тандырып тастап, оған көз қиығымен ғана қарап тұр. Джину найзағайдай жылдамдықпен Томастың артына шығып, қанжарын соғып алғысы келді. Бірақ Томастың терісі болаттай қатты болып шықты, қанжары өтпеді. Томас осы сәтті пайдаланып, Джинуды бір ұрып, аспанға ұшырып жіберді. Артынша билеушінің қолы қабілетімен оны өзіне қарай жұлқып тартты. Бірақ Джину да қарап қалған жоқ. Ол да өз қабілетін қосып, тартылыс күшін пайдаланып, Томасқа қарай үлкен жылдамдықпен ұшып барып, оны жойқын соққымен қарсы алды. Джинудың соққысынан кейін Томас есеңгіреп қалды. Ол есін жиып қарсы алдындағы жігітке қараса, Джину баяғы сол суық, менсінбейтін көзқарасымен тапжылмай тұр екен. Томас көз ілеспес жылдамдықпен тағы 4 соққы өткізіп алды. Жақсы, деп ақырды Томас ашудан булығып. Мен сені жете бағаламаған екенмін. Енді күшімді аяп қалудың қажеті жоқ. Томастың денесі түрленіп, нағыз қобыжықтың бейнесіне ене бастады. Мұны көрген Джину Камиштің айтқан сөзін есіне түсірді. Билеушілердің күшін алған 4 аңшыдан сақтан. Демек, соның бірі осы болғаны ғой. Абайлау керек, деп түйді Джину. Томас жерді бір ұрғанда айнала қақ айырылып, зәулім ғимараттар теңселіп кетті. Ол қолын аспанға көтеріп, қара нүкте пайда қылды. Бұл кәдімгі қара құдым, черная дыра сияқты айналасындағының бәрін, тіпті Джинудың көлеңкелерін де сора бастады. Джину билеушінің қолы қабілетімен ғимараттың бұрышына жабысып, әрең аман қалды. Бұл жолы қашып құтыла алмайсың, деп Томас сол қара нүктені Джину отырған жерге қарай атып жіберді. Жойқын жарылыс. Шаң тозаң басылғанда Джинудың басқа ғимараттың үстінде аман есен отырғаны көрінді. Бірақ жарылыстан айналадағы басқа аңшылар қатты жарақат алды. Мұны көрген Томас құтырына секіріп Джинуға тап берді. Бірақ Джину оны әуеде қарсы алып, бетінен теуіп кері ұшырып жіберді. Екеуі де бір уақытта билеушінің қолы қабілетін қолданып, бір-бірін тартып қалды. Ортада жұдырықтар түйіскен сәтте Томастың денесіндегі қобыжық сауыты быт-шыт болып сынып кетті. Соққының қаттылығынан Томас қирандылардың астына ұшып кетті. Ол айғайлап қайта шыға бергенде, Джину қас-қағым сәтте жетіп келіп, тізесімен оның жағынан дәл тигізді. Алыстан бақылап тұрған Америка аңшылар ассоциациясының мамандары жағаларын ұстады. Бұл не деген сұмдық мана? Бұлар адам емес, нағыз қобыжықтар ғой, деп айғайлады олар. Шындығында бұл алпауыт мананың иесі Джину еді. Көлеңкелер патшасының күшін игеріп, Токиодағы деңгейлі порталды жалғыз жауып тастағаннан кейін, оның деңгейі аспандап кеткен болатын. Томас қирандылардың арасынан қайта шықты, бірақ Джину оған тыныс алуға мұрша бермеді. Ол Томасты жойқын соққылардың астына алып, езіп тастай бастады. Америка аңшылар серіктестігінің мамандары зәре құты қалмай бақылап тұр. Тоқтату керек. Оларды тез арада ажыратпасақ болмайды, деп айғайлады бірі. Қалай бармақсың? Деп жауап берді екіншісі дірілдеген дауыспен. Олардан шығып жатқан мына мананың қысымынан дем ала алмай тұрмын. Егер жақындасақ, күлге айналамыз. Ал ортада Джину Томасты аяусыз соққының астына алып жатты. Томас есеңгіреп қалған. Бұл сиқыршы аңшы емес пе? Мына жылдамдықпен жойқын күш қайдан келген? Менің осылай таяқ жейтін күнім болады деп кім ойлаған?
Томас намысына тырысып: «Тоқтат. Мен ұлы Томас Андремін. Мені бұлай қорлауға қалай дәтің барды?» деп ақырды. Бірақ Джино оның арт жағына қасқағым сәтте шығып, тағы бір соққы берді. «Мен саған айттым емес пе? Сенің кім екенің маған мүлдем маңызды емес». Серіктестік мүшелері тоқта деп жалынса да, Джино құлақ аспады. Тек Томас өзінің жеңілгенін толық мойындап, қарсыласуды қойғанда ғана шайқас тыйылды. Шайқас біткенде бәрі таң қалды. Әлемде Томас Андрені бұндай күйге түсіретін жан баласы бар деп ешкім ойламаған еді. Дәрігер аңшылар жетіп келгенде Томастың денесінде сау тамтық қалмағанын көрді. Барлық сүйегі сынған, ал Джинудың сиқырлы манасы жараны емдеуге мүмкіндік бермей жатты. Оның тірі қалғаны тек мемлекеттік деңгейдегі аңшы болғандығынан. Кез келген басқа адам баяғыда бірнеше рет өліп кетер еді, деді дәрігерлер. Джину ол жерден кетіп қалды. Ал жауыз Донсук болса, баяғыда жан тапсырған екен. Джину берумен орын ауыстыру қабілетін пайдаланып Кореяға оралды. Ол ғимараттың төбесінде отырып, өзінің жаңа көлеңкесін тамашалап отырды. Бұл Донсуктың көлеңкесі. Джину оған Грит, ашкөз деген есім берді. Оның ашкөздігімен тәкаппарлығы үшін жаза ретінде Джину оған басын ғимараттың қабырғасына қайта-қайта ұруды бұйырды. Арада 2 сағат өтті. Джину қайтадан Америкаға оралды. Халықаралық іс-шара басталатын уақытта таяп қалған еді. Джину залға кіріп келгенде барлық журналистер мен камералар оған бұрылды. Ақпараттық желілер жарыса жазып жатты: «Томас Андрені сабаған азиялық кім?» Залдағы аңшылардың бірі қорқа қараса, бірі шексіз құрметпен қарап жол берді. Жиын басталғанда мінберге шыққан профессор әлемге үлкен қауіп төніп тұрғанын жариялады. Порталдар бұрын соңды болмаған жылдамдықпен ашылып жатыр. Кейбір мемлекеттердің үстінде орасан зор мана шоғырланған, деді ол. Профессор экранға әлем картасын шығарғанда залдағылардың демі ішіне түсіп кетті. Картадағы ең жойқын мана шоғыры тура Кореяның төбесінде тұр еді. Ал бұл қадірден біздің Қазақстанның өзінде үлкен бір мананың тұрғанын көре аламыз. Корея ма? деп аңшылар бір-біріне қарап таң қалысты. Профессор сөзін қысқа қайырды. Бұл адамзат тарихында алғаш рет болып жатқан жағдай. Не боларын дөп басып айту қиын. Осы сәтте сахнаға ақш аңшылар серіктестігінің президенті көтерілді. Оның жүзінде ауыр мұң бар еді. «Сіздерге жеткізетін суық хабарым бар. Жақында мемлекеттік деңгейдегі аңшы Кристофер Рид өз үйінде қаза тапты. Біз бұл кездейсоқ жағдай емес, қасақана кісі өлтіру деп есептейміз». Зал іші гу ете қалды. Мемлекеттік деңгейдегі аңшыны өлтіре алатын кім? Барлығының көзі еріксіз сон Джинуға бұрылды. Өйткені жаңа ғана Томас Андрені тасталқан еткен жалғыз адам осы еді. Президент халықты сабырға шақырып: «Қате түсінік тумас үшін айтайын, біз басты күдіктіні анықтадық», деді. Экранда видео ойнатылды. Онда порталдан шыққан, корей тілінде сөйлейтін жұмбақ адамның Донсукты аяусыз соққыға жығып, Американың орталық базасын талқандап қашып бара жатқаны бейнеленген. Бұл Сон Джинудың әкесі Сон Илхван еді. Видеода ол Донсукқа қарап: «Егер Кореяға баратын болсаң, сені аямаймын. Бұл ұлымды қорғау үшін емес, сенің өз жаныңды аман алып қалуың үшін айтылған ескерту», деп ақырған екен. Джину иығына жаңа ғана өзіне қызмет ете бастаған көлеңкесі Гритті, ашкөзді, шақырды. «Грит, бұл рас па?» деп сұрады Джину салқын дауыспен. «Иә, бұл ақиқат», деп жауап берді көлеңке. Залдағы аңшылар шыдай алмай: «Ол кім? Атын атаңдар», деп талап қоя бастады. Бірақ президент: «Оның есімін атай алмаймын, себебі ол осы залда отырған бір аңшыға тікелей қатысы бар адам», деп жауап берді. Сол кезде Қытайдың әйгілі 7 жұлдызды аңшысы Лю Жиганг орнынан тұрып сұрақ қойды: «Егер оның кім екенін айтпасаңдар, біз оны қалай тауып, қалай ұстаймыз?» «Жарайды, президент мырза, сізге сұрағым жоқ. Менің сұрағым Сон Джину аңшыға». Лю Жиганг Джинудың көзіне тік қарап: «Джину аңшы, егер ол құбыжыққа айналған адам сіздің әкеңіз болып шықса, оны ұстап өлтіруімізге рұқсат бересіз бе?» деді. Зал іші тып-тыныш бола қалды. Джину орнынан баяу көтеріліп, нық дауыспен жауап берді: «Егер ол құбыжық болса, құбыжықтың көзін жою аңшылардың жұмысы. Егер ол шынымен құбыжыққа айналған болса, онда оны өз қолыммен өлтіремін». Джинудың дауысы залдағы 500-ден астам аңшының құлағында жаңғырып тұрды. «Егер ол адам менің әкем болса, ешкімнің оны өлтіруіне жол бермеймін. Мейлі бүкіл әлем аңшылары маған қарсы шықса да бәрібір. Мен өз отбасымды қорғаймын». Жиналыс аяқталған соң, селнердің көмекшісі Джинуды тоқтатып, таңданысын жасыра алмады. 120 елден келген ең үздік аңшылардың алдында мұндай сөз айту. Бұл нағыз батылдық. Сол сәтте Қытайдың алып аңшысы Лю Жиганг жақындап: «Жапониядағы ешкім жеңе алмаған құбыжықтарды жайратқан аңшыны көргім келіп еді. Джину, ол адам сенің әкең болмаса екен деп тілеймін», деді де жұмбақ кейіппен кете барды. Джину селнермен және Америка аңшылар серіктестігінің президентімен жеке кездесті. Олар мемлекеттік деңгейдегі аңшылардың бірінен соң бірі жұмбақ жағдайда өліп жатқанын айтып көмек сұрады. Селнер Джинуға қарап дірілдеген дауыспен: «Мен рухымды шығарып, болашақты көрмек болдым. Бірақ сенің ішіңдегі шексіз күшке тап болдым. Ол маған: бәрі аяқталды, соғысқа дайындалыңдар», деді. Джину бәрін түсінді. Хандар мен реттеушілер арасындағы ғаламдық соғыс басталды.
Ол реттеушілердің күшін алған аңшыларды тауып қорғау керектігін ұқты. Мен қазір кімнің жауы, кімнің досы екенімді білмеймін. Сондықтан ешкімге көмектесе алмаймын деп бөлмеден шығып бара жатты да кілт тоқтады. Бірақ мен оларды қорғай аламын. Джину селнердің көмекшісіне бұйырды. Маған қорғалуы тиіс барлық аңшылардың тізімін беріңіз. Олармен тез арада кездесу ұйымдастырыңыз. Кешкісін арнайы қабылдау ұйымдастырылды. Залда әлемнің ең мықты аңшылары жиналған. Джину тізімді алып, бұлардың атын жаттап жатуға уақыт жоқ деді де, әр аңшының көлеңкесіне өз сарбаздарын жасырын бекітіп шықты. Осы сәтте қолы танулы, гипс киген Томас Андре жақындады. Оның жүзінде бұрынғы өркөкіректіктің ізі де жоқ. Джину аңшы. Менің мына қолымды жойқын мана әсерінен ешбір дәрігер емдей алмай жатыр. Тек уақыт емші сияқты деді ол даусы бәсең шығып. Саған бір сұрағым бар. Сенің мені де, менің бүкіл үйімімді да жермен жексен етуге күшің жетті. Бірақ неге тек Донсукты ғана өлтірдің? Неге бізге тимедің? Джину Томасқа салқын ғана қарап. Сендер өлетіндей қателік жасаған жоқсыңдар. Арамызда кек болмаса, сендерді өлтіріп не істеймін? Деп жауап берді. Бұл жауап Томастың жүрегіне жетті. Ол үнсіз басын изеп, алғысын білдірді. Рұқсат етсең, Донсукты арулап жерлесек. Және келесіде бірге кофе ішейікші. Томас кеткен соң оның көмекшісі жақындап. Біздің бастық өте ұялшақ адам, алғысын дұрыс жеткізе алмады. Ол сізге бағалы сыйлық дайындап жатыр деді. Джину болса тек. Айтпақшы, менің пышағымды қайтарып беріңдер деді де селнердің көмекшісіне бұрылды. Қалған аңшылармен кездесудің қажеті жоқ. Енді тек 6 аңшы қалды. Дәл осы уақытта Кореяда аңшылар ассоциациясының төрағасы Го Гунхи өз офисінде жалғыз отыр еді. Ол жүрегінің тұсын ұстап, ауыр күрсінді. Дәрігері маған 6 ай ғана ғұмырың қалды деп еді. Уақытым таусылып бара жатқан сияқты. Кенет бөлмедегі ауа температурасы күрт төмендеп, айнала мұздай суыққа толды. Төраға жалт қараса, төрде жұмбақ біреу отыр. Сен кімсің? Гунхи таңғалысын жасыра алмады. Сенің қалай кіріп келгеніңді, манаңды неге сезбей қалдым? Оның түйсігі бұл жаратылыстың адам емес екенін бірден сезді. Бұл Аяз әміршісі еді. Түсінуге болады, ей пенде, деді әмірші мысқылмен. Офисің қазір сыртқы әлемнен оқшауланған. Менің кім екенімді тануға өрең жетпей. Менің сен сияқты әлсіздерге уақыт кетіруге зауқым соқпай тұр. Сондықтан ең жарық сәуле сынығы тезірек шығып кел. Әміршінің қолын бір сілтегені сол еді. Гунхидің иығы мұз боп қатып қалды. Қатты ауырсынуға қарамастан, Гунхидің денесінен кенеттен алтын түстес лапылдаған мана бұрқ ете қалды. Ол Аяз әміршісіне қаһармен айғайлады. Менің бөлмемді оқшаулап, маған шабуыл жасауға қалай дәтің барды? Аяз әміршісінің көздері жалт ете қалды. О, ақыры шықтың ба? Сәуле сынығы. Мен сені көп жылдар бойы іздедім. Біз 7 сынықтың екеуін жер жастандырдық. Бүгін кезек сенікі. Го Гунхи соңғы күшін жинап, жауға қарсы тұрды. Шаман келсе, өлтіріп көр, деп ақырды ол. Аяз әміршісі мен Го Гунхи төрағаның арасындағы аяусыз шайқас басталды. Төраға бар күшін салып, жауға соққы бермек болды, бірақ қарт жүрегі бұл қысымға шыдамады. Дәл шабуыл сәтінде оның жүрегі тоқтап қала жаздап, лимитіне жетті. Осы сәтті мүлт жібермеген Аяз әміршісі мұздан жасалған өткір қылышын төрағаның кеудесіне соғып алды. Алайда Гунхи төраға өлім аузында жатып та жеңілмеді. Сен күтпеген нәрсе менде әлі бар, деп ақырған ол оқшауланған кеңістіктің қабырғасын бар күшімен қиратты. Сол сәтте төрағаның көлеңкесінде жасырулы тұрған сарбаз арқылы Сон Джину пайда болды. Ол орын алмастыру қабілетін қолданып, қас-қағым сәтте жетіп келді де, Аяз әміршісінің тамағынан бүріп ұстады. Сен кімсің? Джинудың даусы бүкіл ғимаратты сілкіндірді. Аяз әміршісі аузынан мұздай дем шығарып, жойқын аязбен шабуылдады. Джину жалтарып үлгерді, бірақ әмірші айлаға көшті. Менімен шайқасып уақыт өткізесің бе, әлде мына шалды ажалдан арашалайсың ба? Джину әміршіні жарақаттап үлгерсе де таңдауын жасады. Ол төрағаның жанына атылып барып Беруді шақырды. Беру, емде оны. Тез арада, деп бұйырды. Бірақ Берудің емдік манасы төрағаның жарасына да, таусылған өміріне де жетпеді. Го Гунхи Джинуға қарап, соңғы демін жинады. Мені емдей алмайсың, балам. Шақырғанда жетіп келгеніңе рахмет. Менің де уақытым біткен екен. Мен Кореяны сендей жас әрі қайратты аңшыға аманат етіп бара жатқаныма қуанамын. Төрағаның жанарынан даналық оты көрінді. Болашақта сенің алдыңда үлкен таңдау тұрады. Адамдардың жағына шығу немесе басқа тылсым күштерге қосылу. Сол сәтте адамдардың жағында болшы, өтінемін. Осы сөздерді айтып, ұлы аңшы мәңгілікке көз жұмды. Кореяның аспаны күңіреніп, табиғаттың өзі жылағандай нөсері жауын құйды. Кристофер Рид пен Го Гунхидің өлімі бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Корея аңшылар серіктестігінің орынбасары қайғыдан қан жұтып, Джинуға алғысын айтты. Оны құтқаруға тырысқаның үшін рахмет, Джину. Маған рахметіңізді айтпай тұра тұрыңыз, деп кесіп айтты Джину. Мен төрағаны өлтірген құбыжықты тауып, көзін жойғанда ғана алғысыңызды қабыл аламын. Джину дереу әлемдік баспасөз конференциясын жинады. Оның жүзінде мұздай қаһар бар еді. Әлемге ақыл ойы бар, саналы құбыжықтар шабуыл жасап жатыр. Олар кез келген жерде пайда болады, және мемлекеттік деңгейдегі аңшылардан да қуатты.
Олар бізді аулап жүр. Кім аман қалғысы келсе, менімен байланысқа шықсын. Ол іштей ант берді. Аяз әміршісі, ірі денелілердің әміршісі. Өзін әмірші деп атаған әрбір мақұлықты тауып жер жастандырамын. Бүгінгі бөлім осымен аяқталды. Джинудың кегі қандай болмақ? Келесі бөлімде бұдан да қызықты оқиғалар күтіп тұр. Арнаға жазылып, тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.